Әзіреті Алидің немересі Зайнул Абидин деген кісі болды. Али, оның да аты Али еді. Сол кісі немересі айтатын, менің атам дейді, Әзіреті Али ғой енді, радиаллаху анху. Менің атам дәретке намазға шыққанда қадімгідей кететін дейді дәретке қарай. Дәреттен қайтып келе жатқан кезінде түрі сап сары болып келетін дейді, қорқып қалған адам сияқты. Сосын сұраймыз ғой дейді, баламыз кішкентай, ата не болды, бір нәрседен қорықтыңыз ба, бұл түріңіз өзгеріп кетті ғой десе, мен кімнің алдына бара жатқанымды білесіңдер ма деп айтады дейді. Ол намазға әлі дәреттен бастап сондай сезіммен келе жатыр. Дәрет алды, сөйтіп намазға келе жатқаннан дірілдеп келе жатыр. Мен Раббымның алдына келе жатырмын. Мен Раббымның алдында тұрамын қазір деп, сондай бір сезіммен келіп намазға кіреді. Біз ше, намаз оқыт қалды, бол, тез дейміз да, босай, ана тезірек оқитынын алға шығарып жібереміз. Сен тезірек оқисың ғой, ана біреу ұзынын оқиды, ана біреу шығармай қойшы. Сосын кім тез оқса сол жігіт қой, имамдардың ішінде. Патыра-пұтыр оқып жатып тұрып атса, артындағы мақтайды, ой, тамаша имам екен. Ілесе алмадық қой артынан дейді. Сәждеге барып атсам, ол тұрып келе жатады дейді. Ол мақтанатын намаз емес ол. Кешіріңіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұнафық адамның намазын суреттегенде айтады. Мұнафиқ адам намаз оқығанда құс дәнді қалай шоқиды, солайша сәждеге басын қойып алады дейді. Тақ етіп қойып алама, бұл жүрегінде иманы жоқ адамның намазы, бауырлар. Одан қашу керек, ондай намаздан. Ол күлкілі емес, ол жылайтын жағдай, бауырлар. Ол жылайтын жағдай. Өйткені, бауырлар, ертең жан алатын періште келеді. Бүгін келе ма, қазір келе ма, қашан келетінін бір Алла біледі. Бірақ сол жан алатын періште келген кезінде сізбенен біз не сұраймыз білесіз ба? Я Аллахым, мен арқаға қайтаршы дейміз. Мені арқаға қайтаршы. Бір сәтке қайтаршы. Жоқ дегенде өкінеміз. Я Аллахым, сенің сәждеңде көбірек жата алмадым ғой мен. Неге мен көбірек рукуқ жасамадым екен? Неге мен көбірек сәжде жасамадым? Неге мен мешітке кірген кезімде әшейін отырдым? Неге мен көбірек құлшылық жасамадым екен деп өкінеміз. Қортып айтатыным, бауырлар, Рамазан айы құлшылықтың айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алып келген Құранында үлкен бір хидаят жатыр. Сол Құран-ы Кәримде Алла тағала мынадай бір аят айтады. Мән хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал джанната хиял мауа. Кім-де-кім Раббысының алдында тұрудан қорқып, өзінің нәпсісін тыятын болса, ол кісінің орны жәннат дейді. Ол кісінің орны жәннат дейді. Ораза келе жатыр. Оразашылар көбейеді. Сіздерге айтқым келгені, бауырлар, күнәнің дәмін татып көрдіңіздер. Дәмі тәтті. Бірақ соңы жоқ оның. Тез бұзылады. Тез ашып кетеді. Ол уақытша ғана нәрсе. Оның артынан зілмендей салмағы бар. Бауырлар, мен сіздерге айтқым келгені, ғибадаттың дәмін татып көріңіздерші. Көп ғибадаттың дәмін татыңызшы.
көбірек құлшылық етіңізші. Егер оның дәмін сезсеңіз, одан кете алмайсыз. Өйткені қалған нәрсенің барлығы оның дәмінің жанында еш нәрсе емес. Ол дәмін сезген, сол ғибадаттың дәмін сезген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өлілгенше намаз оқып кетті. Өлілгенше зікір етіп кетті. Әсем бір сөзі бар. Ва иза раайтум риядал джаннати фардау деген сөзі бар. Егер жәннаттың бір көгалын көріп қалсаң, сол көгалға аунап алыңдар дейді. Сонда бір кісі сұрап, я Расулалла, ол жәннаттың көгалы дегеніңіз не деген кезінде, Алланы еске түсіретін орынды көрсең, қалт жіберме дейді. Бір Алланы зікір ететін орын тапсаң, оны жіберме. Сол жерге аунап ал дейді. Ол жәннаттың бір көгалы, бауырлар. Сол көгалға келіп, бір-екі аунап кетіңіз. Өйткені мынау дүние қайтып келмейді. Бір уақыт намаз оқитындарыңыз бар. Жұма ғана оқитындарыңыз бар. Сол кісілерге айтатыным, бауырлар, 5 уақыт намаз оқып көріңізші. Дәмін көріңіз. Тіпті біреулер кезінде 5 уақыт намазды оқып, тастап кеткен адамдар бар. Солардан сұраңызшы, намаздың дәмі қандай деп. Тастап кеткен намазын, бірақ содан сұраңызшы, намаздың дәмі қандай десе, көзіне жас алады. Мен оқиын десем, оқи алмай жүрмін, жібермейді бір нәрсе. Бірақ рахат нәрсе сол дейді. Мен оқиын десем, оқи алмай жүрмін, тастап кетті намаз мені. Қайтып жүрегіме келе алмай жүрмін. Бірақ не деген рахат жер сол жер дейді. Тіпті намазды тастап кеткен адам. Бауырлар, намаз бұл Алланың алдында тұру. Сәждеге қойсаңыз, Аллаға ең жақын уақытыңыз болады. Рукаға тұрсаңыз, ең жақын уақытыңыз болады. Қолыңызды жайып намаздан кейін сұрасаңыз, Алла бәрін береді.